Баршаңызға қыздар, бүгін ракушка баклавасын дайындайтын боламыз. Ол үшін майымыздың үстінен жұмыртқамызды құямыз, бөлме температурасында тұрған суымызды құямыз, сұйық майымызды құямыз, 6% яблочный уксусымызды құямыз. 70% уксус болмайды, міндетті түрде 60% уксус болу керек. Қолымызбен жақсылап мыжып алып, үстінен ұнымызды салып, жақсылап қамыр илеп аламыз. Қамырымыздың июін қандырып илеп алғаннан кейін жарты сағатқа холодильникке қойып аламыз. Холодильниктен шығарғаннан кейін ұзынша етіп жайып аламыз қолымыздың көмегімен. Барлығын бірдей етіп таразыға тарта отырып 56 граммнан 10 бөлікке бөліп аламыз. Кукурузный крахмалымызды сеуіп, екі бетін ауната отырып жайып аламыз. Арасына міндетті түрде крахмал құйып қоямыз. Себебі бұдан кейін қоспаймыз. Картоп крахмалы болмайды, міндетті түрде кукурузный болу керек. Осылай барлығын бірдей диаметрде жайып аламыз. Бетін жауып 15 минутқа тындырып қоямыз. Он 15 минуттан кейін осылай жайып аламыз. Жайып болғаннан кейін шетінен бастап тығыздап отырып орап аламыз. Міндетті түрде тығыздап орау керек, себебі кейін арасы ажырап кетеді. Осылай екі саусақтың көлемінде
бөлүп кесип аламыз. Барлығын кесіп алғаннан кейін осылай үстінен қолымызбен бір басып бір шетке қарай жинап қоя береміз. Осылай оваль тәріздес етіп жайып аламыз. Қатпары көп бөлігін алақан жағымызға жіберіп сыртына қаратамыз. Ортасына, арасына салмасын саламыз. Салмасын әркім өзінің қалауынша салуға болады. Шетін қатты баспаймыз, жай ғана осылай жауып шығамыз. Осылай оваль тәріздес етіп жайып аламыз. Қатпары көрініп тұрған бөлігін алақанымыздың ішкі бөлігіне қарай қаратып, салмасын салып, шетін қатты баспай, жай ғана жауып аламыз. Енді майын дайындаймыз. Бұрқырап қайнап тұрған майды сүзекімен сүзіп аламыз. Түбіндегі аппақтары кетіп қалмау керек. Өйткені ол біздің баклавамызды бұзады. Үстінен сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған майымызды баклаваларымыздың үстінен екі қайтара четканың көмегімен жағып шығамыз. Қалған майын бәрін үстінен құйып жібереміз. Себебі баклаваларымыз майда піседі. Сөйтіп қызып тұрған 180 градустағы пешке 40-45 минутқа қойып аламыз. 10 минуттан кейін сиробын дайындайтын боламыз. Ыдысымызға суымызды, шекерімізді, бір тілім лимонымыздың суын осылай ағызып салып аламыз. Отқа қоямыз. Отымыз өте баяу, әрі қатты болмау керек. Орташа отта осылай қайнап шығу керек. Отымыз қатты болып кетсе, сиробымыз қою болып қалады.